Сәлем достар, Ассалема арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видеоблогымызда мынадай өте дәмді тауықтың төс етінен дәмді тағам әзірледік. Ең алдымен тауықтың төс етін аламыз. Бір лотогында екеу болады, мен біреуін алдым. Біздің отбасымызға біреуі жетті. Осылай кесіп аламыз. Ыдысымызға жеке соусын дайындап аламыз. 1 шай қасық тұз және 2 бас сарымсағымызды ұсақтап турап алдық. Және 2 ас қасық соусты, соевый соусымызды құямыз. Қара бұрыш және паприкамызды қосып, сұйық майды құйып, жақсылап араластырып, соус дайындап аламыз. Төс етіне, кесілген бөліктеріне және бетіне, астына осылайша жағып шығамыз. Негізі тауықтың төс еті құрғақ болады, сондықтан сұйық майды қостық біз соусымызға. Өте дәмді болады тағам. Осылайша жағып шығамыз. Енді бізге сыр керек болады, осылай турап алдық және қызанақ. Осындай кесіп алған жерлеріне сыр мен қызанақты біріктіріп салып шығамыз. Дайындап алдық. Енді алдын ала қызған 180 градуста пешімізге 50 минутқа пісіріп алдық. Осындай өте дәмді тағам шықты. Түрі де әдемі, әрі тауық етіміз құрғақ болған жоқ. Сондай нәзік, сулы болды. Өте дәмді. Рецепт ұнаса пісіріп көріңіздер. Сондай аппетитный тағам болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.